Бәріне сәлем достар, мен бүгін сіздерге осындай оңай дәмді болып шығатын чебурек рецебімен бөліскім келіп отыр. Шынымен де ең бірінші рет жасағанына күшті болып шығады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп лайк басып кет. Ең алдымен картопымызды қайнатып аламыз. Содан кейін пиязымызды кішкентай етіп турап, сармайда қуырамыз. Пиязымыз қызарғанша дейін қуыруымыз керек. Енді қамырын жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға су, тұз, май қосып араластырамыз. Содан кейін ұнымызды електен өткізіп, жұп-жұмсақ қамыр елейміз. Оны пищевой пленкамен жауып, 20 минутқа қалдырамыз. Енді салмасын жасаймыз. Ол үшін қайнатылған картопты езіп, үстіне сүт қосып, қуырып алған пиязымызды қосып, және тұз, өздеріңізге ұнайтын специяларды қосып, жақсылап араластырамыз. Біз бұл қоспаны дөңгелек формасына келтіруіміз керек. Енді қамырымызды алып, оны екіге бөлеміз. Теңдей етіп екіге бөлеміз. Қамырымыздың жарты бөлігін жұқа етіп жаямыз. Оны біз осындай дөңгелек формасында кесіп алуымыз керек. Кесемен ба, немесе крышкамен ба? Мен осындай пластмасс крышкамен кестім. Енді осы салмамызды саламыз, сосын аузын видеодағыдай етіп жабуымыз керек. Қамырымыз ашылып кетпес үшін шанышқымен бекітеміз. Міне осылай. Біз бұл чебуректерімізді жанып тұрған, қызып тұрған отта пісіреміз. Екі беті қызарғанша дейін пісіруіміз керек. Шамамен менде 10-15 секундтай уақытты алды. Осылай тексеріп отырамыз. Қалған чебуректің бәрін дәл осылай етіп, қызарғанша дейін пісіріп шығамыз. Менің чебуректерім осылай қып-қызыл әп-әдемі болып пісті. Damdı, white başında.